Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем және де бүгінгі санымызда біз сіздермен керемет кешкі асымызға арнап керемет тағам түрін әзірлейтін боламыз. Еттерге оралған көкөністер. Тағамымыз өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде рецептін сақтап, отбасыңызға әзірлеп қуантыңыздар. Ал біздер болса дайындауға кірісеміз. Алдыменен бізге 2 килограмм ет қажет тартылған, одан кейін 300 грамм күріш, 2 ас қасық бұрыш, 2 ас қасық дәмдеуіш, 2 ас қасық кептірілген сарымсақ және де дәміне қарай тұз салатын боламыз. Күрішімізді жуып тазалап, тартылған етіміздің үстіне салып, қара бұрышымызды сеуіп, дәмдеуіш, сарымсақ және де дәміне қарай тұзымызды сеуіп, жақсылап тұрып қолымызбен араластырып аламыз. Одан кейін тартылған 2 жуамызды да салуға ұмытпаймыз. Жақсылап тұрып салғаннан кейін қолымызбен езіп, жақсылап тартып аламыз да қоя тұрамыз. Одан кейін бізде 2 осындай пекин 40 қабаты болады. Оны жақсылап жуып тазалап, ажыратып аламыз бір-бірлеп. Одан кейін ыстық суымызда жапырақтарымызды салып, жақсылап жібігенше бұқтыртып алатын боламыз. Әбден батырып суымызға, әбден иілгенше жібітіп аламыз. Болғаннан кейін суымыздан алып, барлық жапырақтарымызды да дәл осылай бұқтырып алып шығамыз. Одан кейін бір-бір жапырағымызды алып, астыңғы жағынан тазалап, керегімізше етімізді алып, мөлшерлеп 40 қабатымызға салып, астынан жоғары қарай орайтын боламыз. Жан жағында жабуға ұмытпаймыз. Қалай орасаңыз, 40 қабатыңыз дәл солай тұратын болады. Міне, осылай тұрады. Дәл осылай жапырақтарымызды алып, барлығын орап шығатын боламыз. Қырық қабатымызды орап болған соң бізде келесі тәтті бұрыштарымыз кетеді. Оны жақсылап жуып, ішін тазалаймыз. Одан кейін ішіне қалған тартылған етімізді салып толтыратын боламыз. Дәл осылай толтырып, барлығын біркелкетіп жинаймыз. Одан кейін қызып тұрған қазанымызға 50 мг сұйық майымызды құйып, 2 жуамызды уақтап турап, шыжғыра бастаймыз. Оның үстіне 2 туралған қызанақ кетеді. Және де оны да жақсылап былғап, үстіне 2 үккіштен өткізілген 2 сәбізіміз кететін болады. Жақсылап тұрып былғап, бұқтырамыз. Бір бұқтырып алғаннан кейін үстіне қасық жарым, үлкен ас қасықпен қасық жарым томат пастасын салатын боламыз. Жақсылап былғап, бұқтырып аламыз. Одан кейін үстіне ыссы суымызды құйып, ыстық суымызды құйып, қазанның ортасына жеткізбей ыстық суымызды құйып, үстін дәміне қарай тұзын салып, кептірілген сарымсақ, дәмдеуіш салып, жақсылап былғап аламыз.
Одан кейін көкөністерімізді, етке толы көкөністерімізді жақсылап тұрып жайғастыратын боламыз. Алдыменен бұрыштарымызды саламыз. Одан кейін біздің етке толы қырыққабаттарымыз кететін болады. Қырыққабаттарымызды жақсылап тұрып орналастырып болған соң, үстіне 12-13 талдай ірілеп туралған картоптарымызды салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай орташа етіп турап, етке толы қырыққабат бұрышымыздың үстіне жақсылап жайғастырып салатын боламыз. Одан кейін қалған қырыққабаттарымыз бар, соны да жайғастырамыз. Барлығын жақсылап тұрып жайғастырып болған соң, қақпағын сағат жарымға бұқтырып пісіретін боламыз. Міне достар, біздің тағамымыз дайын болып қалды. Дайын болуға 10-15 минут қалғанда үстіне бір көк жуамызбен бір ас көгімізді уақтап турап, үстіне себеміз. Бетін жауып 5-10 минутқа бұқтыртамыз. Міне достар, біздің дәмді кешкі асымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да шашылған жоқ. Өз-өзін керемет ұстап тұр. Дәмі достар керемет енді. Міндетті түрде отбасыңызға дайындап қуантыңыздар. Рецептін сақтап, маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әсем, сәтті дайындық тілеймін, және де қош сау болыңыздар.